Ақтөбе Грифонмен күзетілетін қала. Кезінде Торғай облысының шет аймақтағы уездік қаласы болған Ақтөбе қазір 500 миллионға жуық тұрғыны бар Қазақстанның ірі қалаларының бірінен саналады. Бүгінде Ақтөбе еліміздің ірі өнеркәсіптік, қаржылық және мәдени орталығына айналып отыр. Ол мұнай-химия, ауыр және жеңіл өнеркәсіп орталығы болуда. 2000 шаршы шақырымнан астам аумақта орналасқан қалада бүгінгі таңдағы сәулет өнерінің жаңа ағымдарын, ұлттық нақыш пен Еуразия мәдениетін бойына сіңірген ғимараттар үйлесімді орналасқан. Ақтөбеде еліміздегі баяғы театрлардың бірі 1935 жылы негізі қаланған Ахтанов атындағы драма театр жұмыс істейді. Сондай-ақ Қуыршақ театры мен облыстық филармония бар. Қалада 6 жоғары оқу орны бар. Солардың ішінде Жұбанов атындағы мемлекеттік университет пен Оспанов атындағы медициналық университетті атауға болады. Ақтөбеде спортқа да көп көңіл бөлінеді. Ақтөбе Қазақстандағы футбол жақсы дамыған қала саналады. Қала атының құрметіне қойылған жергілікті футбол клубы бірнеше мәрте еліміздің чемпионы атанды. Спорттық ғимараттарға келетін болсақ, мұнда бірнеше стадион, теннис корты, хауыз, мұз айдыны сарайы, фитнес клубтары бар. Әлеуметтік және халықтың тіршілігіне қажетті инфрақұрылым дамуда. Жаңа емдеу орталықтары, мәдени демалыс пен ойын-сауық орталықтары ашылып жатыр. Қала тұрғындарының ұнататын орны өзінің жағажай аймағы бар Гринленд сауықтыру және ойын-сауық саябағы. Кешен аумағында жазғы уақытта су туризмімен айналысуға және қыста қызықты спорт және демалыс түрлерімен айналысуға барлық мүмкіндіктер бар. Қаламен бірге тұрғындар саны да өсіп келеді. Бүгінде Ақтөбе Қазақстандағы ірі 4 қаланың ішіндегі экономикалық өсу орталығы ретінде танылып отыр. Болашақта ол міндетті түрде үлкен жасыл саябағы, гүл бағы бар, автомобиль жол айрықтары және әсем жағалауы бар еліміздегі ірі мегаполиске айналады. Ол басқа қала болады, бірақ оған деген махаббат бұрынғыдай сақталып қала береді. Ақтөбеге қош келдіңіздер.